Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналымда осындай кереметтей чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында 5 жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық ас содамызды уксуспен араластырып, барлығын салып, бір келке етіп араластырып аламыз да, оның үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнның әдеттегідей барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Шамамен 4-тен 3 бөлігін салып, жақсылап бір келке қамыр болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне енді менде барлығын жақсылап араластырып илеп қамырымды алдым. Одан кейін оны шамамен 20-25 минутқа бір жерге қойып қоятын боламыз да, енді міне ауысқан ұнымызды бір шетке қойып қоямыз. Енді қамырымызды осы өтетін 20-25 минуттың ішінде 4-5 қайтара илеп аламыз. Өйткені қамырымыз бір келкі болу керек, барлығы кереметтей бірігіп тұруы керек. Енді міне қамырымызды осылай 4-5 рет илеп алатын боламыз. Шамамен 4 рет илеп алғаннан кейін 20 минуттан кейін міне қамырым менің осындай болып шықты. Өте керемет, барлығы бір келкі болады, осындай қамыр болады бізде. Енді ол қамырларымызды теңде 2 бөлікке бөліп алып, зуалалап жасап алатын боламыз. Яғни дөңгелектеп аламыз да. Одан кейін қамырларымызды барлығын жайып алатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы тым қатты қалыңда емес, тым қатты жұқада емес, мына видеода көрсетілгендей етіп жайып алатын боламыз. Енді қамырымызды, екі қамырымызды бір-бірінің үстіне салып, арасынан кішкене ұн сеуіп жібереміз де, олардың барлығын кеспе тәрізді етіп кесіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандағыдай өзіңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыздар болады. Кейбіреулер 4 бұрышты қылып кескен ұнайды, алмаған осындай қылып кеспе тәрізді етіп кесіп алған өте жақсы ұнайды. Сондықтан да мен осылай жасап алуды жөн көрдім. Енді міне қамырларымызды барлығын осындай кесіп алатын боламыз. Менде бұл жерде өте көп мөлшерде, көп көлемде чак-чактар дайын болды, молынан дайын болады. Сондықтан да көлемін осылай жасасаңыздар да болады, немесе екі есе азайтып жасасаңыздар болады. Менде екі қамырымды 2 бөлікке осылай бөліп алдым. Енді дайын болған қамырларымды осындай қызып тұрған майда, сұйық май болса да, топленый май болса да қорып алатын боламыз. Барлығын бір келке етіп қызарғанға дейін жақсылап шамамен бір 5 минуттай қуырмалап алатын боламыз. Майымыздың асты қатты қызып тұру керек. Бауырсаққа қыздырғандағыдай өте қатты қызып тұрған жалынды отта пісіріп алатын боламыз. Енді ішіне құятын начинкасына мен 300 граммдай бал мен 230 грамм шекерді қосып араластырдым да, оны осындай көпіршік болып қайнағанға дейін жаймендеп қайнатып алдым. Енді ол біздің салмамыз қалай дайын болғанын біз суға азғана бөлігін көпіршікті саламыз. Сол кезде ол қап-қатты болып тұру керек. Дайын болған міне осындай қамырларымызды үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен қажетімізше күнжіт салсақ та болады, мак салсаңыздар да болады, немесе кейбіреулер орехтар салып жатады. Өте керемет дәмді болады. Өзіңіздің қалаған осындай дәмдеуіштеріңізді қосып араластырып салып алсаңыздар болады. Менде бұл жерде күнжіт пен макты салып алдым. Оның үстінен қызып тұрған бал мен шекерімізді салып, яғни өте қатты ыстық болып тұрғандықтан біз оны таяқшамен жақсылап бірінші араластырып аламыз да, одан кейін қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Енді чак-чактарымызды әрі қарай дайындау үшін қолымыздың алдымен суға салып аламыз да, чак-чактарымызды осылай салып әр ыдысқа үстінен қатты басатын боламыз. Міне кереметтей менде осындай өте кең көлемде чак-чактар дайын болды. 4 ыдысқа жасап алдым. Қалауымша өзімнің осындай кереметтер чак-чай шығатын болады.